Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Менің аты жөнім Баймолданова Ләззат Сақыпбекқызы, Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің физика кафедрасының аға оқытушысы. Оптика пәні бойынша практикалық сабақ. Тақырыбы линзалар тақырыбына есептер шығару. Мына слайдта пән бойынша қажетті әдебиеттер берілген. Сонымен қатар курс бойынша силабустың соңғы беттерінде қосымша әдебиеттерді де алуға болады. Сабақтың мақсаты студенттердің линзалар тақырыбында қалған білімдерін табиғаттағы жарық құбылыстарының құпиясы мен сырын аша білуге әрі қолдана білуге үйрету. Студенттердің ой-өрістерін дамыта отырып, іскерлік, ептілік қабілеттерін қалыптастыру. Өзіндік жұмысқа ақпаратты тауып қолдана пайдалана білуге тәрбиелеу. Сабақтың жоспары тақырыпқа сай мысалдар қарастыру және өзіндік жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар беру. Бірінші сұрақ бойынша тақырыптарға сай бірнеше мысал қарастырайық. Бірінші есеп. Фокус аралығы 8 см ой сайынан алдына 12 см қашықтықта шам орналасқан. Шам жалынының биіктігі 3 см болса, шамның нақты бейнелік кескінін алу үшін экранды қайда орналастыру керек? Есептің шартын мұқият оқып аламыз және көзге елестетіп, есепті түсінгеннен кейін оның берілгенін жазамыз. Берілгені. Фокус аралығы F-тен 8 см, D-тен 12 см болады, H-тен 3 см. Яғни жалынның биіктігі 3 см. Табу керек F-ті және H-ті. Яғни шамның нақты бейнелік кескінін алу үшін экранды қайда орналастыру керек деген сұраққа жауап береміз. Шешуі. Есептің шешуі. Сфералық ойыс айнаның фокусы мына формуламен өрнектеледі. 1 бөлінген F тең 1 бөлінген D қосылған 1 бөлінген кіші F. Мұндағы F сфералық ойыс айнаның фокусы, D берілген кескіннен айнаға дейінгі қашықтық, F алынған кескіннен айнаға дейінгі қашықтық, экраннан айнаға дейінгі. Енді бірі осы өрнектен 1 бөлінген кіші F-ті түрлендіріп алатын болсақ, минус 1 бөлінген D болады. Ортақ бөліміне келтіретін болсақ, біз шамдап, онда D минус F деген түрге келеміз. Енді осы жерден біз кіші F-ті тауып алуымыз керек. Кіші F-ті табатын болсам, формула DF бөлінген D минус F болады. Яғни 1 бөлінген F болғандықтан бөлшекті кері жазамыз. Сфералық ойыс айнаның үлкейтуі деп алынған бейнелік кескіннен айнаға дейінгі F қашықтықтың айнадан берілген кескінге дейінгі D қашықтыққа қатынасына тең шаманы айтады. Яғни F бөлінген D тең болады H бөлінген H деген формула бізде белгілі. Осы жерден үлкен H-ты табатын болсақ, F бөлінген D көбейту H деген формуланы аламыз. Үлкен H деп отырғанымыз бейнелік кескіннің биіктігі. Ал кіші H нәрсенің биіктігі берілген. Сандық мәндерін орнына қойып шығаратын болсақ, F тең болады 12 көбейту 8 бөлінген 4 тең болады 24 см. Және үлкен H-ты табатын болсам, 24 бөлінген 12 көбейтілген 3 тең болады 24 12 бөліп 3-ке көбейтетін болсам 6 см. Яғни есебіміздің жауабы 24 см және 6 см деген жауап алдық. Есебіміз шықты. Келесі нөмір 2-ші мысалды қарастырайық. Қисықтық радиусы 40 см ойыс айнадан 2 есе ұлғайған нақты бейнелік кескін алу үшін денені қандай қашықтықта орналастыру керек?
берілген жазамыз. R-тен 40 сантиметр. Ойыс айнадан 2 есе ұлғайған нақты бейнелік кескін алу үшін дейді. Яғни бізде берілгені F бөлінген D-ны айтып тұр. F бөлінген D немесе ол H бөлінген H 2-ге тең дейді. 2 есе ұлғайған. Осы жерден біз табуымыз керек, дене қандай қашықтықта орналастыру керектігін, яғни кіші D-ны табу керек. Шешуі. Сфералық ойыс айнаның формуласы бойынша қайтадан сол формуланы жазамыз. 1 бөлінген D қосылған 1 бөлінген F. Егер 1 бөлінген F тен 2 бөлінген R болатын болса, онда 2 бөлінген R тең болады 1 бөлінген D қосылған 1 бөлінген F болады. Олай болса, 2 бөлінген R тең 1 бөлінген D қосу 1 бөлінген 2D. Тең ортақ бөлімі бізде 2D болады, үстінде 3-ке тең болады. Сонда 4D тең болады 3R-ге. Осындай түрленуге келдік. Мұндағы R сфералық айнаның қисықтық радиусы. Қисықтық радиусы R тең болады 2F-ге. Болды орнына қойып шығаратын болсақ, D тең болады 4 бөлінген 3R деген соңғы формуланы аламыз. Яғни мына жерден. D тең болады, орнына қоятын болсақ, 3 бөлінген 4 көбейту 40 тең 30 сантиметр. Жауабы 30 сантиметр. Яғни денені 30 сантиметр қашықтықта орналастыру керек екен. Есебіміз шықты. Келесі мысалға көшейік. Үшінші мысал. Ойыс айнаның жәрдемімен экранда дененің 2 есе кішірейтілген бейнелік кескіні алынған. Экран мен дененің арақашықтығы 90 сантиметр, айнаның қисықтық радиусын табыңдар. Берілген жазамыз. Ойыс айнаның жәрдемімен экранда дененің 2 есе кішірейтілген бейнелік кескіні алынған. 2 есе кішірейтілген, яғни F бөлінген D 2-ден 1. 2 есе кішірейтілген. Осылай жазамыз. Және экран мен дененің арақашықтығы 90 сантиметр. Экран мен дененің арақашықтығы, яғни екеуінің арақашықтығы 90 сантиметр деп беріліп тұр. Табу керек айнаның қисықтық радиусын, яғни R-ді табу керек. Сфералық ойыс айнаның формуласы бойынша қайтадан жазамын. 1 бөлінген F-тен 1 бөлінген D қосу 1 бөлінген кіші F. Осы формуланы қолдану отырып, ары қарай есептің шарты бойынша F бөлінген D бізде 2 деп алдық, яғни 2D-ға тең болады. F-тен 2D, F-тен 2D, F тең болады R бөлінген 2. R бөлінген 2. Енді орнына кеп қоятын болсақ, 1 бөлінген F тең 2 бөлінген R болып тұр. Осы жерден есептің шарты бойынша F бөлінген D тең 2-ден 1 дедік. Онда D тең 2F болады. D тең 2F болады. Бұдан 2 бөлінген R тең 1 бөлінген 2F қосылған 1 бөлінген F болады. 1 бөлу F. Тең болады ортақ бөлімге келтіретін болса 2F. Мына жерде 1 болады, мына жерде 2-ге береміз. 3 жоғарысында, яғни R тең болады 3-тен 4 F болады. Яғни мына R-ді табу үшін 2 мен 2 көбейтіледі де 4F болады да 3 болады. 3-тен 4 F деген формулаға келдік. Енді есептің шарты бойынша F қосу D 90,
F қосу D бізде 90-ға тең. 90 сантиметрге. Және D тең 2F екенін ескеретін болсақ, сонда 3F тең болады 90 сантиметрге. Бұдан F тең болады 93-ке бөлетін болсам 30 сантиметр. Енді R тең мына формулаға кеп қоятын болсам, 3-тен 4 F, 3-тен 4 көбейту 30. 3-тен 4 көбейту 30. Тең болады 3 пен 3 қысқар кетеді де, қалады бізде 40 сантиметр. Сонда жауабы айнаның қисықтық радиусын табу керек болған. Жауабы 40 сантиметр. Келесі есеп. Төртінші. Қисықтық радиусы 20 сантиметр дөңес айнаның алдына 40 сантиметр қашықтықта дене орналасқан. Дене мен оның бейнелік кескін өлшемін салыстырыңдар. Берілген жазамыз. R тең 20 сантиметр. D тең 40 сантиметр. Табу керек. Дене мен оның бейнелік кескінін өлшемін. Яғни D бөлінген F-ті табу керек. Сфералық дөңес айна деп айтып тұр. Мына жерде дөңес айнаны аламыз. Яғни дөңес айна үшін формула минус 1 бөлінген F тең 1 бөлінген D минус 1 бөлінген F болады. Мұндағы F R бөлінген 2. Ары қарай. Олай болса, минус 2 бөлінген R, яғни 2 формуланы бір-бірімен түлендіретін болсақ, онда 1 бөлінген D минус 1 бөлінген F. 1 бөлінген F тең 1 бөлінген D қосылған 2 бөлінген R. Яғни теңдікті біз бір жағына қарай шығарып жіберетін болсақ. Ары қарай. Осы жерден бізге F-ті тауып алу керек. F-ті тауып алатын болсақ, F-тен ортақ бөлімге келтіреміз. Мына жерде ортақ бөлімге келтіріп жүрсек, dr жоғары жағында r плюс 2t болады. r плюс 2t. Енді осы жерден f табатын болсақ, dr 1 бөлінген f болғандықтан бөлшек кері түседі. dr r қосу 2t. F-тің сандық мәнін тауып алуымызға болады. Яғни сандық мәнін қоятын болсақ, dr бізде 40 көбейту 20 бөлінген r 80 қосу 20 болады. Тең 8 сантиметр. Ары қарай D бөлінген F-ті бізге табу керек болған. D бөлінген F 40 бөлінген 8 тең болады 5-ке. Жауабы D бөлінген F тең 5-ке. Яғни 5 деген жауап шықты. 4 мысал қарастырдық. Енді келесі осы тақырыпқа сай өзіндік жұмыстарды шығаруға бірнеше әдістемелік нұсқаулар. Мына слайдта физикалық есептер шығарудың жалпы алгоритмі берілген, яғни есепті мұқият оқып шығып, оны түсіну, қажет болса суретін салу, негізгі формулаларын жазу және қандай процесс болып жатыр, соған байланысты теңдеулерді жазып алу, сосын математикалық амалдарды жасау, түрлендіру, қандай да бір теңдеулерді қорыту болса, қорыту, сөйтіп белгісіз шаманы анықтайтын соңғы теңдеуді шығарып алу.
және соңғы жауапты бағалау. Осы алгоритмге ұстанып, өз бетімізбен есептерді шығарып көрейік. Назарларыңызға рахмет.